لأن الناس كلهم جميعا يجب أن يكون دينهم الإسلام، فإذا كان يجب أن يكون دينه الإسلام فإنه يلزم من ذلك أنه يجب أن يتعلموا لغة الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. الدرس الخامس балалар бізде 4-ші томның 5-ші дәрісі. Al-mudarrisu мұғалім айтады: Хату дафатира я ихвану. Хату деген беріңдер деген. Ад-дафатира яғни дәптердің көпше түрі. Дафтар деген көпше түрі. Дәптердерді беріңдер бауырлар дейді. Ат-туллабу юсаллимуна ад-дафатира. Студенттер юсаллиму деген бұл жерде бізде сәллама деген нәрсе сәлем беру деген мағынасы бар, біз білетін. Және сәллама деген тапсыру немесе табыстау, я. Юсаллимуна ад-дафатира десе, яғни дәптерлерін табыстап ұстаздарына беріп жатыр. Ал-Хасан айтады: Ана лам актуб ал-ваджибати я устазу. Ей ұстаз, мен үй тапсырмасын жазбадым дейді. Мұғалім айтады: Лима, не үшін? Хасан айтады: Инкасарат назарати. Бүгін біздер инфаала деген не глаголды өтетін боламыз, яғни формуланы өтетін боламыз. Инфаала. Осы жерде инкасарат деген инфаала не формуласында. Назарати, менің көзілдірігім сынып қалды. Фала астатиу ан ақра'a. Мен оқи алмаймын. Ау немесе актуба, жаза алмаймын дейді. Мұғалім айтады: Үзрука мақбулун. Сенің үзірің, оправдание, қабылданады дейді. Уайна дафтарука я Муауияту. Ей Муауия, сен дәптерің қайда? Муауия айтады: Ана айдан лам актуб. Мен де жазбадым дейді. Мұғалім айтады: Анкасарат назаратука айдан. Сенің де көзілдерің сынып қалды ма? Мұғалім айтады: Ла дейді, жоқ дейді. Инқатаатил кахрабау. Кахраба деген электричество, я? Электр, свет сөніп қалды. Фи махжаина, біздің жатақханада. Буайда салат ал-мағриби. Буайда салат ал-мағриби, яғни мағриб намазынан бұрынырақ. Жарық сөніп қалды. Уастамарра, және ол жалғасты, светтің сөнуі. Уастамарра инқитау, яғни инқита деген қиылып қалу, я? Жарықтың қиылып қалуы жалғасты. Иля мунтасафил лейл. Мунтасаф деген жартысы, яғни түннің жартысына дейін жалғасты деп жатыр. Янфатихул бабу. Есік ашылып жатыр. Уядхулу Аднану. Аднан кіріп келді. Мұғалім айтады: Лима тааххарта я Аднану. Ей Аднан, неге кешігіп келдің? Аднан айтады: Инқалабат сайяратун фит-тариқи. Инқалабат яғни аударылып кету. Сайяра көлік, көлік аударылып кетті. Фит-тариқи, жолда дейді. Фатаваққафа ал-муруру. Сөйтіп қозғалыс тоқтап қалды дейді. Мұғалім айтады: Анқалабат сайяра. Көлік аударылып кетті ма? Айна, қай жақта? Аднан айтады: Фил мунатафи лази бa'дал джиср. Джиср деген бізде көпір, мунатиф деген бұрылыс. Фил мунатафи лази бa'дал джиср. Яғни көпірден кейінгі бұрылыста аударылып кетті дейді. Мұғалім айтады: Асалима руккабу. Ракиб деген көпше түрі, я? Яғни пассажирлер аман қалды ма? Аднан айтады: Наам, иә дейді. Салиму, аман қалды дейді. Алхамдулилlah. Лаула, біздер бүгін лауланы талқылаймыз. Лаула фадлуллахи алейхим ламату. Лаула деген егерде. Фадлуллахи алейхим, оларға Аллахтың мейірімі болмаса, я? Аллахтың оларға мейірімі болмаса, ламату, олар өліп кеткен болар еді дейді. Канал инқилабу анифан. Аниф деген қатты, я? Аударылу қатты болды дейді. Фақада инхалаат ал-абуаб. Есіктер ашылып кетті дейді, я? Ва такассара зужажу. Көліктің есіктердегі терезелеріне сынып кетті дейді. Зужажы бізде әйнектерді айтамыз. Мұғалім айтады: Иқра ид-дарса я Талхату. Ей Талха, дәрісті оқы дейді. Талха айтады: Инкасафати шамсу. Инкасафа деген тұтылу, күннің тұтылуы. Аш-шамс, күн тұтылды деп жатыр. Яума мата Ибрахиму. Ибрахим өлген күні. Бүгін біздер яумадан кейінгі глагол келсе, не болатынын осы жерде талқайтын боламыз, осы жердегі мәселені. Ибрахим қайтыс болған күні, күн тұтылды деп жатыр. Фақала нас, сол кезде адамдар айтты. Яғни Ибрахим деген Наби саллаллаху алейхи вассаламның ұл баласы. Адамдар айтты: Инкасафат лимаути Ибрахима. Ибрахимнің өліміне бола, өлімі себепті не істеді? Күн тұтылды деп адамдар айтты. Фақала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам. Сөйтіп Наби саллаллаху алейхи вассалам айтты: Инна шамса вал қамара аятани мин аятилла. Шын мәнінде күн және ай аятан, яғни белгі деп жатыр, екеуі де Аллахтың белгілерінің бірі деп жатыр. Ла янкасифан ли маути ахадин. Біреудің өлімі себепті олар не тұтылмайды. Вала ли хаяти, және өмірге келуі себепті.
فإذا رأيتموهما сендер егер ол екеуін тұтылған көретін болсаңдар фад'уллах Аллахқа дуа қылыңдар уассаллу және намаз оқыңдар хатта янжалия яғни күн ашық болғанша иә тұтылуын тоқтатқанша рауахул Бухари хадисті имам Бухари рахимахуллах риуаят еткен. Аднан айтады мән Ибрахиму хаза я ұстазу ей ұстаз бұл Ибрахим кім дейді. Мұғалім айтады хуа бну набии Мухаммадин саллаллаху алейхи вассалам ол наби саллаллаху алейхи вассаламның ұлы дейді. Min Марията al-Qibтияти радияллаху анха. Мария Qibтия деген наби саллаллаху алейхи вассаламға Мысырдан яғни Египеттен соның патшасы наби саллаллаху алейхи вассаламға күң ретінде хадия ретінде жіберген. Осы әйел наби саллаллаху алейхи вассаламнан ұл бала туған. Муауия айтады ал-исму Ибрахиму Ибрахим деген есім деп жатыр. Ағайру мунсарифин хуа ол мунсариф емес па деп жатыр. Яғни не тануын қабылдамайды. Мұғалім айтады наам иә дейді. Муауия айтады лима не үшін дейді. Мұғалім айтады лианнаху аламун а'жамийе себебі ол араб есімі емес. Уәл аламул а'жами яғни араб емес есімдер ла янсариф олар не тануын қабылдамайды дейді. Той бауырлар енді осы тақырыпта келген кейбір мәселелерді талқылайық. Ол үшін біздер шархқа қайтамыз. Ад-дарсул хамис 5-ші дәрісте келген мәселе бізде инфа'ала деген не формула. Min amthilatihi оның мысалдарының бірі инфатахая ашылып кетті, инкасара сынды, инқатаа үзілді, инжала ашқанық болды. Харфа ал-зияда бұл жерде қосылған екі нәрсе ал-хамза. Бұл жерде неге хамза деген түсінбедім. Негізі алиф тайып тұр, яғни мақсат қылып тұрғаны және не нун әрпі екеуіне қосымша қосылып тұр фа'ала деген формулаға. Мастаруху оның түбірі, яғни мастары болады инфи'ал. Инфа'ала янфa'илу инфa'ил инфи'алун мис инфи'алан. Kullu fi'lin budiya bi hamzati waslin kusira al-harf al-thalith. Яғни қандай да бір етістік егер хамзатул уаслмен басталатын болса, яғни мына жерде инфатаха мен хамзатул уасл мына жерде бағал хамзатул уасл. Егер хамзатул уаслмен басталатын болса, кусира ал-харф al-thalith үшінші әрпіне мастар жағдайында касрал болады. Міне инфи'ал мына жерде үшінші әрпіне фа. Инфи деп не мастар кезінде фаны касра сындырамыз. Ва зидат алифу qabla akhirih және соңында алифті қосып жібереміз. Инфи'ал мына жерде алифне қосып жібереміз мастардың уақытында. Мысалы инқатаа инқита мына жерде не касра болды, мына жерде алиф қосылды. Инкасар инкисар осыған ұқсас. Ма'наху бұның мағынасы мутауа, яғни бағыну, сол нәрсені қабылдау деген сияқты. Мысалға касарту зужажа әйнекті сындырдым, фанкасара зужаж әйнек сынды, яғни сынуды қабылдады. Фатахтул баба есікті аштым, фанфатахал баб есік ашылып кетті. Мына жер мұштақат, яғни мадида қалай болады, мудари'та қалай болады, әмірде қалай болады, мастары қандай, исмул фа'илі қандай, осыны өздеріңіз бір қарап шықсаңыздар болады. Кейінгі жерде кішігірім мәселе бар. Иза дахалат хамзатул истифхам, егер хамзатул истифхам кіретін болса, бізде ә деген және хәл деген нәрсе бар, иә. Енді хәл емес, осы жерде алиф деген хамзатул истифхам келетін болса, яғни сұрақ бабында, иә. Ала хамзатул васл, хамзатул васл кіретін болса, хузифат хамзатул васл, хамзатул васлды өшіріп тастаймыз. Мысалы инфатахал баб деген кезде мына жерде хамзатул васл тұр. Енді осының алдында алиф келетін болса, сұрақ бабында анфатахал баб есік ашылып кетті ма? Мына жерде не алиф кірген кезде хамзатул васлды өшіріп тастаймыз. Кейін келген мәселе лаула деген нәрсе. Лаула деген егерде, иә? Егерде. Лаула деген харф имтина'i ли-вуджуд. Яғни бір нәрсенің болуын қайтаратын нәрсе. Яғни мына нәрсе болмаса, мына нәрсе болар еді деген мағынадағы нәрсе. Татадамману мағна шарт, бұл шарттың мағынасын қамтиды өзіне. Уахия харфун ғайру жазим. Ол бірақ жазым қылмайды. Яғни сукунды қылмайды. Яқтарину жауабуха ал-муфбат билла. Оның жауабы лам деген нәрсемен не болады. Мысалға, етістік келеді жауабында, оған лам қосатын міндетті түрде қазір келеді. Ва ю'рабу мабадаха мубтада. Одан кейінгі нәрсе мубтада деп талқыланады грамматикалық талдауда. Хабару махзуф. Оның хабары не өшірілген болады. Тақдируху подразумевается, яғни тұспалданады не деп маужуд деген нәрсе. Мысалға келейік. Ал-амсила лаула ал-исламу ла далална. Егер ислам болмағанда біз адасып кетер едік. Осы жерде ла далална мынау жауабы. Жарай ма? Осы жерде лаула деген егерде. Егерде ислам болмаса адасып кетер едік. Мынау болмаса мынау болар еді дегенне мағынаны айтатын нәрсе. Лаула ал-илму ла жахилна. Білім болмаса надан болар едік. Лаула Аллаху махтадайна. Аллах Тағала болмаған кезде біз не тура жол таппаған болар едік. Лаула ал-илму ма арафна шай'ан. Білім болмаған кезде біз еш нәрсе білмеген болар едік.
Осыған ұқсаған не мысалдар. Лаума деген нәрсе бар. Лаума мислу лаула. Бұл не лаула сияқты нәрсе. Мына жерде бізде лауланы талқыладық. Мына жерде лаума дегенде не дәл сондай нәрсе. Екеуі бір. Мысалға, лаума исламу ла далална. Немесе лаула деп айтсаң болады, лаума деп не айтсаң болады. Грамматикалық талдау қалай болады десем не? Лаумал исламу ла далална десе, лаума лаула екеуі бір. Харфу имтина, яғни не? Имтина деген болмауын тосып қалу, қайтарып қалу деген сияқты. Болмаса былай деген сияқты. Мабни аля сукун болады. Лаула лаума деген ла махала лаху мин ал-i'раб. Грамматикалық талдауда оның орны жоқ. Ал-исламу болса мубтадаун марфу' ва аламату рафиhi ad-даммату az-захира болады. Вал хабар болса мана не бізде махзуф болады, өшірілген болады. Тұспалданады не деп? Маужуд деген нәрсе тұспалданады. Яғни ислам болмағанда адасып кетер едік деген мана. Ла далална болса мына жерде алла мана не айттық мына жерде. Қосымша кіретін нәрсе я. Оның жауабына дедік. اللام حرف جواب وربط مبني على الفتح لا محل له من الإعراب هذا والجملة الجواب أنا لا ضلال الذي من الفاعل والفاعل لا ضلال الذي نرسل لا محل له من الإعراب بولاد كين بيزي بولر بالمسألة كده إعراب اسم الإشارة نعتها يعني يجري بر اسم كين اسم إشارة كلمة بوسا اسم كين اسم إشارة كلمة بوسا والنعت بولاد نعت يعني بيزي صفة دتك يعني صفة النرسل هنا قريمز يعرب اسم الإشارة نعتا إذا وقع بعده يعني اسم إشارة نعت بولب грамматикалық талдауда талданады егер біріншісінде алам келсе оның алдында. Мысалға ман ибрахиму хаза, бұл ибрахим кім? Осы жерде ибрахим есім алам я, одан хаза келді. Осы хаза не болады? Наат болады, яғни сипат. هذا грамматикалық талдауы اسم إشارة مبني على السكون في محل الرفع نعت болады. Себебі бұл жерде не? Барлығы раф жағдайда тұр. Екіншісі al-mu'arrafu bil-idafa. Идафа мен mu'arraf болса, яғни анық болса. Мысалға арини саатака хазихи. Бұл саатака не? Идафа мен мa'рифа болып тұр. Бұл сағатымды маған көрсет деген. Осы жерде хазихи не болады? Исм ишара мабни аля al-kasr fi mahalli nasbin na'at болады. Кейін бауырлар пайда бабында бір мәселе келді. Ат-тағлиб, яғни не? Тағлиб деген нәрсе бір нәрсені алдына шығару, немесе оны артық көру деген сияқты. Ат-тағлибу хуа тафдил, яғни артық көру бір нәрсені. Ау тақдим ахаду лафзани аля ал-ахар. Екі сөз келеді, бірінші сөз және екінші сөз. Екі сөздің бір-біріне абзал көреді. Юғаллабу ал-музаккару аля ал-муаннас. Мысалға бізде мужской род женский родтың алдына шығып кетеді. Қандай жағдай болмасын. Мысалға абнаи ва банати. Менің ұлдарым және қыздарым. Ядрусун. Осы жерде ядрусун деген не? Мужской родта келіп тұр. Бұл жерде ұлдар және қыздар. Осы жерде ядрусун деген глаголды біз женский қыламыз, мужской қыламыз деген кезде не? Тағлиб, яғни не? Абзал көру. Осы жерде мужской родта ядрусун деп алдыға шығарып жүреміз. Немесе ан-ниса ва ар-риджал. Міне бірінші әйел келді, еркек келді. Юсаллун, юсаллина демейміз. Неге? Себебі біздер не? Еркек мужской родта женский родтың алдына шығарамыз. Мен жерде міне айтып тұр, фал-хабару ядрусун юсаллун жаа би-лафзил музаккари тағлибан. Яғни мужской род сипатында келді, неге? Тағлиб себепті, абзал көргендік себепті. Немесе міне ومن التغليب أيضا абзал көрудің тағы бір сипаттарының көріністерінің бірі ал-абаван. Мысалы, екі ата-ана. Абаван осы жерде әке негізі. Бұл жерде кімді біз мақсат қылып тұрмыз? Әкені және ананы абаван деп екеуін айтып тұрмыз. Қамаран десек біз не? Күн мен айды айтып тұрмыз, бірақ не? Қамаран десек екеуін айтып тұрмыз. Бұл жерде не? Қамарды шәмстен абзал көрген себепті. Келесі мәселе келген идафату зарфи илал джумла. Зарфты джумлаға қосу. Бізде зарф деген бар, я? Яума, соған асаған зарфтар. Олар өте көп. Ұзақ созбаймыз. Ту'рабул джумлатул вақи'ия бa'да зарф. Яғни зарфтан кейін джумла келетін болса, ол грамматикалық талдауға түседі деп жатыр. Мудафан илейхи фи махалли жар. Жар жағдайында болады, және ол мудаф илейхи болады деп жатыр. Мысалы, бізде текстте келген мата ибрахиму яума инкасафатиш шамсу. Осы жерде яума деген не болады? Мудаф болады. Инкасафатиш шамс джумлатун фи'алия не болады? Фи махалли жар мудаф илейхи болады. Яумаға, зарфқа. Түсінді ма? Лиуқуиха бa'да зарф. Зарфтан кейін келген себепті. Немесе басқа мысал, сафарту яума захаратин натаич. Сапар қылып кеттім, экзаменнің нәтижелері шыққан күні деп жатыр. Осы жерде яума захаратин натаич джумла фи'алия болады, және ол мудаф илейхи болады. Немесе Құранда келген мысал, яума нақулу ли джаханнама халим талати.
Yani biz sol күні айтамыз, тозаққа сен толдың ба деп. Осы жерде яума не болады? Зарф болып тұр. Нақулу ли джаханнама деген жүмле фи'лия не болады? Мудафин илейхи болады. Валлаху а'ля, а'лам.